Қоңыраттың қыздары сізді или ада қылады екен, или адам қылады екен. Бір бұрын естуім бар еді. Қоңыраттың ең момын қыздарының өзі бір тыныш көлеңкеде жатқан қойды барып бір теуіп кетеді деген. Бұл енді бекер айтылмаған ғой. Неге біз қоңыраттың қыздары деп ерекше бөлеміз, мән береміз? Шынында басқа жүздерге қарағанда осы орта жүздегі қоңыраттың қыздары ерекше пысық келеді. Қазір маған комментарийға көп пікірлер жазылуы мүмкін. Неге қоңырат, неге басқа, бізде пысықпыз, наймандар жазуы мүмкін, кіші жүздер жазуы мүмкін. Әр жүздің өзінің ерекшелігі бар. Қанға сіңген қасиет бар деп ойлаймын. Біз ұлы жүзбіз. Біз шынында қолына таяқ беріп малға қой дейтіндей жуаспыз. Оны да мойындауымыз керек. Мына кіші жүздердің қанында жауға қоятындай шынымен де бір жаугершілік, қаны ойнап тұратын, іштерінде бір ерлік бар. Орта жүздегілерді дауға қой деп бекер айтпаған. Орта жүздегілер енді шешендігі, ол сөзге тоқтамдығы ерекше болғаннан кейін солай ата бабаларымыз жүзге бөлген шығар.